Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметінде сауат ашу сабағы. Балалар, бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметіндегі тақырыбымыз щеткалар тазалық сақшысы, ё дыбысы мен әрпі. Ұйымдастырылған оқу қызметінің мақсаты тілдің дыбыстарын естіп қабылдау, сөздер ішінде бөлу және сөзсіз жеке айту. Балалар, сабағымызды жақсы көңіл-күймен бастау үшін шаттық шеңберіне тұрайық. Ән саламыз күнде біз, шаттық толы іргеміз. Біз мәңгіге достармыз, біз мәңгіге біргеміз. Балалар, біз өткен ұйымдастырылған оқу қызметінде қандай дыбыспен танысқан едік? Қане есімізге түсірейікші? Әрине ол В дыбысы. Балалар, В дыбысы ұяң дауыссыз дыбыс және көк текшемен белгіленеді. В дыбысына келетін сөздерді айтайықшы. Автобус, вагон, диван, вафли, велосипед және тағы да басқа. Балалар, ендеше Ё дыбысымен танысайық. Балалар, бұл жерде Ё дыбысының баспа түрі және жазба түрі орналасқан. Балалар, Ё дыбысы әліппе дәптеріміздегі Е дыбысына ұқсайды екен. Яғни балалар, Ё дыбысы мен Е дыбысының айырмашылығы ол екі нүктесінде. Ё дыбысы балалар екі дыбыстан құралады екен. Яғни қысқа И және О дыбысынан құралады. Ё дыбысы айтылған кезде қысқа И және О дыбысы құлағымызға естілгенімен, жазылған кезде Ё дыбысы ғана жазылады екен. Балалар, Ё дыбысы қосарлы дауысты дыбыс, өйткені ол аузымыздан кедергісіз созылып шығады екен. Кәне барлығымыз бірге айтып көрейікші. Ё. Балалар, Ё дыбысын айтқан кезде аузымыздан кедергісіз созылып шықты ма? Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Балалар, Ё дыбысына мысал келтірейік. Монтер, шахтер. Енші балалар, буынға бөліп көрейікші. Монтер. Неше буын балалар? Екі буын екен. Шахтер. Шахтер сөзінде де екі буын. Енші балалар, әліппе дәптеріміздегі бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Тыңда. Аяқ щетка әкемде, киім щетка орнында. Тіс щеткамды іздесем, қарындасым алыпты, көк бояуға малыпты. Балалар, өлеңге қай сөзде Ё дыбысын естідіңіздер? Екінші тапсырма. Сөздерді дұрыс айт, буынға өл. Дыбыстық талдау жаса. Монтер, шахтер, щетка. Келесі үшінші тапсырма. И мен О қосылып, Ё болады, осыны ұқ. Ё әрпімен таныс бол. Төртінші тапсырма. Сурет және сызба бойынша сөйлем құра. Тағам қалай дайын болды? Электр желісін жөндеген кім? Монтер не істеді? Тоқ не үшін керек? Бала неге қуанды? Балалар, осы сұрақтардың барлығына сендерден жауап күтемін. Және суретке қарап, сөйлем құрап, маған аудиозаписпен жіберуді ұмытпаңдар. Және Ё дыбысын бастырып жазыңдар. Мен сендерден міндетті түрде жауап күтемін. Балалар, ендеше бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Жарайсыңдар балалар.